Яғни бізде кейде өкінішке орай сондай басқа нәрселерді, басқа адамдарды білеміз, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды дұрыс танымаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды дұрыс танымаймыз. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды тануымыз керек, себебі ертең пайғамбарымыздан да сұраламыз. Ертең пайғамбарың кім деген сұрақ болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға еруіміз керек. Еру үшін кімге еріп жатқанын білуің керек қой. Кімге еріп жатсың сен? Алла субханала тағала Құран кәрімде «Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни». Айт, ей Мұхаммад, егер Алланы жақсы көретін болсаңдар, маған еріңдер деді. Кім Алланы жақсы көрмейін деді? Барлығымыз айтамыз Алланы жақсы көремін деп. Бірақ маңыздысы біздің Алланы жақсы көреміз деуіміз емес, Алланың бізді жақсы көруі. Оның шарты фаттабиуни, маған еріңдер деп жатыр Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға еру арқылы біз Алланың махаббатына қол жеткіземіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды танып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйгеннен кейін адам пайғамбарымызға ереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ереді. Иннал мухибба лиман юхиббу мути'ан. Арабтар айтады, кім кімді жақсы көрсе, соған бағынады деді. Кім кімді жақсы көрсе, соған бағынады. Яғни сіз біреуді жақсы көрсеңіз, сол адамды ренжітіп алмауға тырысасыз, соның қас-қабағына қарайсыз. Ертең адам ойлану керек қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хауыздың жанында мен үмметімді күтемін деді. Сол кезде адамдар бара жатқан кезде періштелер адамдарды қуа бастайды деді. Сол қуып жатқан кезде қуылғандардың ішінде болып қалам ба, болып қалмайын ба деп ойлану керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам уммати, уммати, олар менің үмметім ғой деген кезде періштелер айтады, сен білесің ба ол не істеді деді. Оның қалай болғанын, қалай жүргенін сен білмейсің ғой деді. Яғни ол бұл жерде сенің қолыңнан су ішуге лайық емес деді. Бір ғалымның жақсы келтірген мысалы бар. Бір кішкене мақаласы бар. Мақалада емес, бір аз ғана әңгіме етіп жазған мәнет тарих деген. Кім есікті қағып тұр деген. Есікті қағып тұрған кім деген. Бұл қыз баласына арнап жазған. Бірақ жалпы ер адам да барлығы одан үлгі алуы керек. Айтады, қыз баласына арнап, қарындасым, ойлап қарашы, сен үйіңде отырсың деді. Үйіңде отырған кезіңде есігіңді біреу тақылдатты. Есігіңді қақты. Барып қарасаң, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екен деді, есігін тақылдатып тұрған. Қуанып кеттің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі маған келіп тұр, мені үйіме келіп тұр деп, сенің қуанышыңда шек жоқ, қатты қуанып жатсың деді. Есікті бірден ашайын деп жатыр ең, ана бөлмеден шығып тұрған музыканың дауысы есіңе түсті деді. Қой бірден кіріп келсе ұят болар деді, жүгіріп барып музыканы өшірдім деді. Аласұрып жүгіріп келе жатсың. Келе жатқан кезде анау бетіндегі шимақтарың, бояп тастаған бана тырнақтарың есіңе түсті деді. Әлі есік тақылдап тұр. Жүгіріп бардың да оны алып тастайын деп, әлгі тырнақтарыңды алып жатсың, қасыңды алып жатсың, бетін бояғанын өшіріп жатсың. Сөйтіп қайтадан жүгірдім деді. Ана журналдар есіңе түсті де қайтадан ананы жинап қойын, жасырып қойын деп, әлі тақылдатып тұр деді. Сөйтіп барлығын дұрыстап келіп есікті ашсаң, пайғамбарың кетіп қапты деді. Қарасаң, пайғамбарың кетіп қапты деді. Сенің қазіргі жағдайың, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп қалса, соны пайғамбарымызды бірден қабылдап алуға лайық па, сондай дайынсың ба сондай жағдайға деді. Яғни кез келгеніміз, үйімізде болсын, жұмысымызда болсын, тіпті мысалы біреу пайғамбарымыз емес, жай бір намазхан, досын, Құдайына қорқатын, берші телефонын көрейінші десе. Телефонын көрейінші десе. Соны үй алмай бере алатын деңгейдеміз ба? Адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көру керек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға махаббат қою керек. Сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды соншалықты танып, соншалықты жақсы көрді,
Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға олар ең қатты ерушілер болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ең қатты артынан ерушілер солар болды. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды олар жақсы көрді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды таныды. Абу Бакр радиаллаху анху өзінің Меккеден Мединеге пайғамбарымызбен хижрат жасағанын айтып береді. Алла субханала тағала пайғамбарымызбен хижрат жасау шарапатын Абу Бакр радиаллаху анхуға нәсіп етті. Қуанышында шек болған жоқ. Пайғамбарымызбен серік болып хижратты, қоныс аударуды бірге жасаймын деді. Кетіп бара жатқан кезінде сапарлар ұзақ болды, қанша күн тығылып жатты, бар жасырынып жатты, одан жолды ауыстырды, тікелей барған жоқ, ұзақ сапар болды. Сол сапарда дейді Абу Бакр радиаллаху анху айтады, кетіп бара жатқан кезімізде қатты шөлдедік дейді. Қатты шөлдедік. Ұзақтан бір үй көрдім деді. Су аз, жолдың бәрі білесіздер қандай екен, құм, ол жерде ана жерде мына жерде су жоқ, жол ұзақ, 500 километр, оның тағы да айналуымен басқа одан да ұзақ болып кетті. Ұзақтан бір үй көрдім деді. Бардым да бедуиндер болады, ұзақта бағанағы түйесін бағып өмір сүріп жүреді. Сол адам кірдім да үйіне, су беріңдер ішетін деді. Су тапшы, ол жақта білесіздер. Сүт бар, сүт берейік деді. Жарайды деп, қойдың сүтін жүгіріп алып келдім деді пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ішті дейді. Арабшасында шариба хаттартауайту деп келеді. Шариба хаттартауайту. Шариба деген ішті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ішті. Хаттартауайту, яғни мен қанғанымша ішті дейді. Менің қанғанымша ішті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шөлдеп тұрған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тамағынан сүт өтіп, тамағының жібігенін, шөлінің басылғанын көрген кезде, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ішіп тұрғанын, шөлінің қанғанын көріп, өзім шөлімді ұмытып қойдым деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен қанғанымша, менің қанғанымша ішті деді. Өзі қанғанша деп тұрған жоқ. Ананы көріп тұрып, өзінің шөлдеп тұрғанын ұмытып қойды. Яғни қандай махаббат пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген. Хубайб радиаллаху анху мүшриктердің қолына түсті. Мүшриктер айтты, қарашы сен деді, осы Мұхаммед үшін, Мұхаммедтің жолы үшін қиналып жатсың. Қалайсың ба? Қазір сенің орнында Мұхаммед болып, сен Мұхаммедтің орнында болсың. Ол үйінде әйел бала шағасымен бірге деді. Сонда Хубайб радиаллаху анхудың айтқаны, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сол отырған жерінде аяғына бір тікеннің кіргенін қаламаймын деді. Өзі өлейін деп жатыр, оны қинап жатыр. Сол жерде өлдірді оны. Кейін сол жерде болған, кейін исламға келген сахаба оны баяндап берді бізге. Осындай жағдай болған еді сол жерде. Сонда өлейін деп тұрып, бір тікеннің кіргенін қаламаймын деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббат. Билал радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай жақсы көрді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткеннен кейін Мединеде қала алмады, қиналды. Бұлай жүрсе пайғамбарымыз жүрген көшелер есіне түсіп, бұлай жүрсе пайғамбарымыздың тұрған жері, мына жаққа, яғни барлық көшенің қуыс-қуыстары, барлық жерлері пайғамбарымызды есіне түсіріп тұрды. Сөйтіп қиналып, бар Абу Бакр радиаллаху анхуға айтты, мен жіберші деді. Жоқ, қайда барасың, барма деді. Жоқ, мен қала алмаймын деді. Егер сен мен кезінде Алла разылығы үшін азат еткен болсаң, онда мен жібер деді. Егер өзің үшін азат еткен болсаң, онда алдында қарыздарым мен қалайын деді. Жоқ, мен сен Алла разылығы үшін азат еткен едім, құлдықтан кете бер деді. Сөйтіп шығып кетті Мединеден. Омар радиаллаху анхудың дәуірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қаласын, пайғамбарымыздың мешітін сағынып, пайғамбарымызды сағынып Мединеге келді, зиярат етіп. Сонда Хасан Хусейндер алдынан шықты. Пайғамбарымыздың немерелері. Ей Билал, пайғамбарымызға кезінде азан айтып беретін едің ғой. Солай бір азан айтшы, пайғамбарымыздың кезін есімізге түсірейік деді.
Сонда Билал радиаллаху анху азан айтып, ашхаду анна Мұхаммад Расулуллах деген сөзге келген кезде пайғамбарымыз езіне түсіп ары қарай жалғастырамады. Ашхаду анна Мұхаммад Расулуллах дейді де тоқтап қалады. Бүкіл сахабалар, Мединедегілер көшеге шығып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заман естеріне түсіп, бүкіл Медине сол кезде жылады пайғамбарымыз сағынып. Саубан радиаллаху анху, пайғамбар саллаллаху сахабасы, қызметшісі. Пайғамбарымыз сапардан келген кезде бір күні жылады. Саубан, не болды, неге жылап жатсың деген кезде, сен біраз күндерге сапарға шығып кетсең, мен қиналамын деді, сені сағынып. Ертең жәннатта сен басқа жоғарыда деңгейде боласың, мен басқа жақта боламын. Қазір қиналып жатырмын, ертең жәннаттағы жағдайымды есіме алған кезде қатты қиналдым деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әл-мар'у ма'a ман ахаб. Адам өзінің жақсы көргенімен бірге болады деді. Адам өзінің жақсы көргенімен бірге болады деді. Соны естіген кезде сахабалар қатты қуанды. Кішкентай сахабалар бар, үлкен сахабалардың деңгейіне жеткен сахабалар бар, айтты. Мынау сондай бізге мұсылмандықта қабылдағаннан кейінгі ең қуанышты сөз бізге осы болды деді. Біз пайғамбардың, Әбу Бәкір, Омардың деңгейінде емеспіз, бірақ соларды жақсы көреміз деді. Осы бізге бір үміт береді деді. Біз сол сахабалар секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның бұл дүниеде жүзін көруге, пайғамбарымыздың жанында болып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен бірге исламның тарауына қызмет етуге бізде ондай мүмкіндік болған жоқ. Алла субхана ва тағала оны сол сахабаларға берді. Ал енді қияметте көру көрмеуіміз біздің күмәнді болып тұр. Енді кейде біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға деген махаббатымыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жақсы көруіміз бір мынандай ағаштың махаббатына тең келмейді. Ағаштың махаббатына. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тек қана сахабалар емес, ағаштарды жақсы көрген еді. Өте мәшһүр хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сахабалар: "Я Расулаллах, сен құтпа айтып жатқан кезде, уағыз айтып жатқан кезде даусың ұзаққа естілсін, адамдар даусың жақсырақ естісін, біз саған минбар жасап берейік" деді. Яғни шығып, үстіне шығып тұрып сөйлейтін, жоғарыда тұрсаң даусың ұзаққа естіледі деді. Одан алдын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір ағашқа сүйеніп тұрып уағызын айтатын, құрманың ағашына. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жақсы, керемет ой екен, жарайды деді. Келесі жұмаға дейін сахабалар минбар жасап қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям минбарды көріп, жұма күні уағыз айтуға минбарға шыққан кезде, әлгі әрдайым пайғамбарымыз қолын қойып сүйеніп тұратын құрма сол жерде жылады. Пайғамбарымыз жанынан өтіп кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған сүйеніп тұратын еді деп қиналып сол ағаш жылады. Мешіттегі сахабалардың барлығы естіді, күңіреніп кетті мешіт. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол кезде минбардан түсіп келіп әлгі ағашты дейді қолын қойып жас баланың басынан сипағандай сипаған кезде жас бала өксігін қалай басады, солай басты. Ағаш жылады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жақсы көрген. Бізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға деген махаббат күшейген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға біз ереміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға шынайы ерсек, сол кезде Алла субхана ва тағала бізден разы болады. Құранда Алла субхана ва тағала пайғамбарға ерушілерді үш топқа бөлді. Үш топ бар жалпы. Құранда Алла субхана ва тағала айтады: "Уас-сабиқуна ал-аувалуна минал мухаджирина вал ансар." Алдан өткен мухаджирлер, ансарлар деп. Мухаджирлер бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен бірге Меккеде Мединеге хижрат жасаған ең бірінші әуелгі мұсылмандар. Кейін соларға көмектескен, соларды өздеріне бауыр тұтқан, солармен бүкіл жағдайын, дүниесін бөліскен ансарлар бар. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Және ізгілікте соларға ергендер деді. Радиаллаху анхум ва раду анху.
Алла соларға разы болды. Алла соларға разы болды, олар Алладан разы болды дейді. Біз мұхажирлерден бола аламыз ба? Бола алмаймыз мұхажирлерден. Болды, кетті. Ансарлардан бола аламыз ба? Ансарлардан бола алмаймыз. Бірақ үшінші жол бар, бұл қияметке дейін жалғасатын жол. Ол соларға еру, құлшылықта, Пайғамбар саллаллаху деген махаббатта, барлық нәрседе соларға еру, солардың артынан еру қияметке дейін. Осы үшінші жол бар. Осы жолда болатын болсақ, иншалла біз, бірінші Алланы танып, Аллаға құлшылығымыз жақсы жасайтын болсақ, Пайғамбар саллаллаху танып, Пайғамбар саллаллаху махаббат қойып, Пайғамбар саллаллаху артынан еретін болсақ, және қабірдегі үшінші сұрақ бұл дініңне, дінімізден бекем ұстайтын болсақ, әрбір мәселеге шариғатты таразы етсек, әрбір іс-әрекетімізге дұрыс емес, барлық іс-әрекетімізге шариғатты таразы етсек, әрбір мәселеге ақирет дүрбісімен қарайтын болсақ, бұның ақиреттегі соңы қалай болады деп. Яғни адам бұл дүниеде жүріп, бұл дүниеде жүрген кезде оның екі көзі қияметті көріп тұру керек. Әрбір істі қиямет таразысымен таразылау керек. Осылай иншалла жүретін болсақ, осылай амал ететін болсақ, иншалла біз ертең қабірге барған кезде иншалла ол сұрақтарға жауабымыз жеңіл болады. Ертең Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның иншалла қолынан су ішеміз сол кезде. Сол кезде иншалла біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірге боламыз. Әл-мар'у ма'a ман ахаб. Адам кімді жақсы көрсе сонымен бірге болады деді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көріп, дүниеден өтетін болсақ, Пайғамбарымызға еріп, жақсы көрудің белгісі еру. Жақсы көрудің белгісі ол еру. Ермей әшейін жақсы көрем деген сөз бұл бос сөз. Бұл бос сөз.